morning. Good morning, teacher. Yes. Балалар, бүгінгі сабағымызды үй тапсырмасынан бастайық. Үй тапсырмасын католик ойыны бойынша тексеріп шығамыз. Мына жерге әрқайсымыздың соткаға бөлу арқылы қосылып, аттарымыз тақтаға шығатын болсын. Алуа, Жанел, қосты, старт. Let's check. Бірінші сұрағымыз. Сиырдың ас қорыту мүшелері қандай? Соткада бірінші белгілеңіз. Қараңыз. Дұрыс жауап басамыз. Ауыз жұтқынша өңеш ішек, мұрын жұтқынша асқазан ішек, өт асқазан ішек, ауыз жұтқынша асқазан ішек. Дайын. Next. Жауынқұрттар ең алғаш пайда болған без. Жауынқұрттар ең алғаш пайда болған без. Балалар, жан-жақты білімімізді пазл ойыны бойынша тексерейік. 1 минутта қай топ пазлда сөз табады екен. Жылдам қатарыз. 1 минут болады. Уақытты белгілеңіз. It's time. Stop. Бірінші группа, бірінші топ. Жауап беріңіз. Қанша сөз ұқтыңыз? Алуа. We find 9 words. At first, milk, song, beets, peas, banana, then trumpet, then tooth, herbs. Good. Let's go. We find 8 words there: cavity, decay, floss, fruit, night, smile, toothbrush, toothpaste. Let's go. Morning, desire, mouse, monster, toothbrush, toothpaste, night, fruit, floss, teeth, smile, cigarette, teeth. Our topic today is teeth. Бүгінгі тақырыбымыз тістің құрылысы туралы. Жалпы адамда қанша тіс болады? 32 тіс болады. Ең алғашқы тістеріміз қай кезеңде шығады? Алғашқы тістерді қалай атаймыз? Сүт тістер деп атаймыз. Осы тіс бойынша қазір ағылшынша және қазақша дайын тыңдап кетейік. The structure of teeth. The digestion of food is made easier by the action of teeth.
Each tooth consists of a crown, the part above the gums, which is covered with enamel, a hard mineralized substance that is maintained by minerals in the saliva and fluoride ions, and a root, the part embedded in the bone. The inside and the root are made from dentine, a bone-like substance that has strands of cytoplasm within it. Let's continue our topic. It's okay. Our topic is this. You know about this, and at first I want to ask about this. What you know about this? Okay, please. In every people have a teeth, and they are located in a special place. When baby born, they will have the 11 teeth. When they from 6 to 9 months. In adult people have a 30 from 28 to 32 teeth. Yes, it's true. And you know, if we didn't have teeth, we didn't have chewing, crushing. You know about it. Және де қазір сізден сұрап кетсем, түс туралы қандай мәлімет айта аласыздар? Айта ғой. Тіс адамның және омыртқалы жануарлардың ауыз қуысында орналасқан сүйек. Кейбір балықтардың жұртын жанында орналасқан. Дұрыс. Сен? Негізінен тістердің қызметі яғни асты тістеу және де механикалық үгіту. Негізінен адам баласында тістің 32 тұрақты 32 және 28 түс болады. Я, дұрыс. Тағы айтатындарың бар ма? Я? Әрбір жеке тістің сауыты мойны және де түбірі болады. Және тістің ауыз қуысынан шығып тұрған бөлігін тіс сауыт деп атаймыз. Я, бұл дұрыс. Сендер осы сауыты мойны және де біз осылардың аудармасын білесіздер ме ағылшынша? Мойнын, сауытын және де түбірін ағылшыншасы neck, head, then the road. Осылай болып аударылады. Және де біз топқа бөлінген едік, сол топпен қазір жұмыс істеп жасаймыз. We now divided 3 groups. Then we do postures and you do its posture. Okay? First group is this group. Please. Тіс адамның және омыртқалы жануарда орналасқан сүйек. Тісті шайнау үшін және де тамақты жылу үшін береді. Тістің сауыты және мойны және түбірі болады. Түбір мен сауыттың қызыл екіге жалғанатын бойынша бөліп тұрады. Біз тісті күніге 2 рет тазалап тұруымыз керек. Яғни тістің ең басты тазалайтын құралы ол тіс щеткасы, яғни тіс мәсуегі. Тіс мәсуегінің ені оның да өзінің ережелері болады. Тіс мәсуегінің ені 2,5 сантиметрден аспауы керек. 2,5 сантиметрден аспауы керек, ал тіс мәсуегінің щеткасының қылдарының ұзындығы 2 сантиметрден жоғары болмауы қажет. Біз тісті тазалаған кезде ең алдымен аузын ғана тісті тазалаған кезде жан-жағын ғана тазаламай, оның ортасын және үстіңгі жақтарын тазалауымыз керек. Себебі ең басты тістер ауызда болғанда ең басты микробтың барлығы тістің ең жоғарғы жағына келетінін білеміз. Сондықтан тісті тазалаған кезде ең бірінші төбесі, сосын барып жан-жағын тазалау керек. Жапонияда ең соңғы жылдары тіс туралы іс-шаралар өте көп өтіледі.
Солардың бірі 2080 деген шара. Бұл шараның мәні 80 жасқа дейін қарт адамдар, әр адамда 80 жасқа дейін 20 тіс қалу керек. Ол үшін дұрыс тіс мәсуегін таңдай білу керек, және де дұрыс тіс пастасын таңдай білу керек. Осыған Жапон елдері өте қатты көңіл бөлген. Тісті сау қалпында ұстау үшін әрбір тамақтанғаннан кейін тісті шаю керек. Күн сайын тісті таңертең және кешке мұқият тазалау керек. Тісті тазалаудың өзіндік ережелері бар. Бірінші топтың айтқаны өте дұрыс. Тісті 2 мезгіл тазалап, мұқият тазалау керек. Енді осы туралы біз факт айтқызсақ, тіс туралы факттар қазір мынадай айтылған. Ал біз көрермендерімізге тіс туралы қызықты мәліметтер айтайық. Адамның тісіне алғаш болып ат берген Гиппократ екен. Ол баланың тісі сүттен шығады деп есептеген соң сүт тіс деп атаған. Әлемдегі ең қымбат тіс Исаак Ньютондікі. Ол 1816 жылы қазіргі бағамен $3300 сатылыпты. Жапондардың айтуынша тісті күніне 3 мәрте тазалау артық салмақтан арылтуға септігін тигізеді. Тіс үшін ең қауіпті спорт хоккей. Кәсіби хоккейшілердің 68%-ы алаңда бір-бірден болса да тістерін жоғалтқан екен. Ағзадағы кальцийдің 99%-ы тісте болады екен. Ал Қытайда өз тісіме деген махаббат күні атты ұлттық мейрам бар. Ол елдегі қытайлықтар 20 қыркүйекте атап өтеді екен. Әлем елдерінде ақылға сыймас заңдар бар, құрметті көрермендер. Енді біздің осы тіс
дәптеріңізге